Өкпенің қабынуына қойдың сорпасы ем екен. Сорпаға қара бұрыш салып, құрт езіп ішіп, әл жинауға болады. Атам қазақ бекер айтпайды екен. Басқа 4 түлікке қарағанда қойдың етінде А1, Б12, Б1 дәрумендері мол. Қой етінің құрамында кальций мен фосфор көп болады. Балаға құйрық май жағуды қойдық. Қой етін жемей сиырға көштік. Ертегі эпос жырларды алайықшы. Баяғыда бай болыпты, мыңғырған қойымен табын жылқысы бопты деп басталмай ма? Сиыр туралы айтпайды. Соғымға қыста жылқы сойып, жазда жандық деп қой етін жегені бекерден бекер емес. Жылқы еті дәруменге бай, бойды қыздырады, адам тоңбайды. Қой етінде де қызу бар, бойдағы салқынды шығарады. Ет асқанда ең алдымен бауырмен құйрықталып, тіліктеп кесіп, аздап тұз теуіп жіберіп, ең алдымен балалардың аузына тығатыны осы аурудың алдын алу екен ғой. Оның бәрін ұмыттық. Іш ауырса ішімізге, тым ауратсақ арқамызға құйрық майын қыздырып жіберіп жағып, борша боп терлегенше орап тастайтын ше. Ертесіне құлан таза айығып атып тұратын едік қой. Сиыр етін қазақ желі бар деп жемеген. Халық аузында бір әңгіме бар. Бір жігіттің әйелі ылғи қыз әкеліпті дүниеге. Содан ұлсыз қалам ба деп уайым жеген досына ауыл ақсақалдар айтыпты. Бір жыл әйелің шөп шалам сиыр ет дегенді қойып, тек жылқы етін жеп қымыз ішсіңдер. Ақсақалдың айтқаны келіп, келіншек ұл тауыпты. Құйрық май баланың жұмсақ балғын терісін жұмсартып, қан айналымын реттейді. Нәресте қол аяғын керіп созғанда сәбидің буындары жазылып, денесі сымбатты болып өседі. Бұл майдың біз білетін және білмейтін емдік қасиеттер көп. Атап айтсақ, құйрық маймен бөбектің денесін сылағанда, бұл олардың дені сау, қуатты болып өсуіне ықпал еткен. Сондай-ақ тұмау тимейді. Сондықтан бұрындар нәрестенің аузына құйрық май салған. Бойдағы жел құздың бәрін шығарып, әл беретін жылқы мен қойдың еті мен сорпасына жетері жоқ. Уақыт сыннан өткен, ата бабамыздан жеткен халық емін жасап жүріңіздер. Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен пайдалы кеңеспен бөліскім келіп отыр. Құйрық майды шыжғыру жайлы және оның пайдасы жайлы айтатын боламын. Құйрық майды шыжғыру үшін тұздалмаған құйрық май қажет. Оны жуып тазалап алғаннан соң майда 4 бұрышты бөліктерге бөліп аламыз. Туралған майдың барлығын сковородкаға немесе қазанға салып шыжғыратын боламыз. Майды шыжғырған уақытта міндетті түрде газдың отын баяу қоямыз. Себебі газдың отын қатты қойған уақытта май күйіп кетіп, біздің шыжғырған майымыз қоңыр түсті болып кетеді. 15 минуттан кейін құйрық майдан сұйық май бөліне бастайды. Ал біз кескен құйрық майдың бөліктері майда болып қалады. Оны бізде шұжық деп атайды. Осы шыжғырылған майдан қалған шұжықты нанға ыстық күйінде қосып жесе өте дәмді болып келеді. Сонымен қатар шұжықтан көбінесе ашытылған қамырдың арасына қосып илеп, нан пісіріп жатады. Майды шыжғыру менде шамамен 15-20 минут көлемін алды. Майды ыстық күйінде бірден банкаға немесе пластмасса ыдысқа құюға болмайды. Банканы сындырып кетеді, а пластмассаны ертіп жібереді. Сондықтан мен шұжықты алдымен ситомен сүзіп аламын. Қалған май суығаннан кейін барып банкаға немесе пластмасса ыдысқа құйып аламын. Май суыған уақытта осындай әппақ түсті болуы қажет. Құйрық майды көбіне мен балалардың мұрны аққан уақытта мұрнының үстіне, ал жөтелген уақытта көкірегіне, арқасына жағып қоямын. Ол үшін майдың аздаған бөлігін қолға жағып, оны үйкелеп, жақсылап қыздырып аламыз. Содан соң массаж жасап отырып, оның көкірегіне, арқасына жағып қоямыз. Баланың қуығына салқын тиген уақытта оның қуығына, одан кейін беліне, табанына жағып қойса болады. Ал тұмауратып жөтелген уақытта 4-тен 1 шай қасықты ыстық бір кесе сүтке қосып, оны жақсылап араластырып, сіміріп ішіп алып жатады. Шыжғырылған майды холодильникте сақтау қажет. Ол ұзақ уақыт 1-2 жыл көлемінде сақтала береді. Менің кеңесім сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, әртүрлі пайдалы кеңестерді, жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болып менің каналымның дамуына үлесіңізді қосып жатқаныңыз үшін сізге зор алғыс айтқым келеді.